Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 3-ші сынып 108-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы разрядтан аттама 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Оқу мақсаты 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Сабақ мақсаты 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға баған түрінде жазбаша бөлу алгоритмін қолдану. Оқулықпен жұмыс. Архимед фигуралардың ауданын есептеудің ортақ тәсілін тапты. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бұл жерде тік төртбұрыш берілген, ұзындығы белгілі 12 см, ені 8 см. Ауданын табуымыз керек. Ауданын табу үшін 12 см мен 8 см-дің көбейтіндісі ол 96 см квадратқа тең. Екінші тік төртбұрыш ауданы белгілі 480 см квадрат, ені 10 см белгілі, ұзындығын табамыз. Ұзындығын табу үшін ауданын, яғни 480-ді 10 см бөлеміз 48 см-ге тең. Үшінші тік төртбұрыш ұзындығы 15 дециметр, ені белгісіз, ауданы 75 дециметр квадрат. Енін табу үшін ауданы 75 дециметр квадратты 15 дециметрге бөлеміз, ені 5 дециметрге тең болады. Жазбаша бөлу алгоритмі. Бөлудің қалай орындағанын қара. Бірінші алгоритмін. Бірінші жазамын, бөлінгіш 286, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік. Бөліндінің мәнін 3 цифр болады. Жүздіктерді бөлемін, 2 мен 2-нің бөлінісі 1-ге тең. Бөліндіге 1 санын жазамын. Тексеремін, қанша жүз бөлдік. Ол үшін көбейтемін. 1-ді 2-ге көбейтем, 2 болады. 2 санын жүздіктердің астына жазамын. Азайтамын, 2-ден 2-ні азайтқанда 0 қалады. Жүздіктер толық бөлінді. Келесі ондықтарды бөлемін, яғни 8-ді 2-ге бөлемін, 4. Бөліндіге 4 санын жазамын. Бірліктерді бөлемін, 6 мен 2-нің бөлінісі 3, бөліндіге 3 санын жазамын. Жауабын оқимын. 286 мен 2-нің бөлінісі 143-ке тең. Ойлан, жұптас, талқыла. Бұл жерде балалар өрнектер берілген. Өрнектерді баған түрінде жазып және есептеуіміз қажет. Ол үшін 82 мен 2-нің бөліндісін баған түрінде жазамыз. 82-ні 2-ге бөлгенде 42-ден келеді. 42 мен 2-нің бөлінісі 24-ке тең. 848 мен 4-тің бөлінісі 212-ке тең. 396 мен 3-тің бөлінісі 132-ге тең. 555 мен 5-тің бөлінісі 111-ге тең. 777 мен 7-нің бөлінісі 111-ге тең. 993 мен 3-тің бөлінісі 331-ге тең. 484 мен 4-тің бөлінісі 121-ге тең. Дескриптор өрнекті баған түрінде жазады, өрнекті есептейді. Егер де сіздер де осындай қылып орындаған болсаңыздар, 2 балмен бағаланасыз. Жекеше жұмыс, есептерді шығар. Оқушылар үйінде математика үйірмесіне 639 оқушы, ал шахмат үйірмесіне одан 3 есе кем оқушы қатысады. Шахмат үйірмесіне неше оқушы кем қатысады? Яғни бұл есептің шартын құрып аламыз. Математика үйірмесіне 600 оқушы, шахмат үйірмесіне 3 есе кем. Яғни шахмат үйірмесінде неше оқушы қатысатын біліп аламыз. Ол үшін 639-ды 3-ке бөлеміз, 213-ке тең. Бұл шахмат үйірмесіне қатысатын оқушылар. Енді бізден сұрайды, жауабы шахмат үйірмесіне 213 оқушы қатысады. Енді бізден сұрайды, шахмат үйірмесіне неше оқушы кем қатысады дейді. Ол үшін келесі осы есептің әсі есептің сұрағын осы үйірмелерге барлығы қанша оқушы қатысады деп өзгерт дейді. Яғни бұл жерде де шартын құрып аламыз. Математика үйірмесіне 639 оқушы, шахмат үйірмесіне 213 оқушы, барлығы қанша оқушы қатысады. Шешуі ол үшін 639 пен 213-тің қосындысы 852 оқушы. Жауабы осы үйірмеге барлығы 852 оқушы қатысады. Дескриптор есептің шартын құрады, шешуін табады, жауабын жазады. Егер де сіздерде осындай қылып орындаған жағдайда 2 балмен бағаланасыз. Өз бетімен жұмыс. Бұл жерде баған түрінде есептеп, дұрыстығын тексеруіміз қажет. Алдымен А тапсырмасын орындап шығайық. 421 мен 2-нің көбейтіндісі 842-ке тең. Тексереміз. 842-ні 2-ге бөлсек 421-ге тең. 314 пен 2-нің көбейтіндісі 628-ге тең. 628 пен 2-нің бөлінісі 314-ге тең. 765 пен
45-тің айырмасы 420-ға тең. 765 пен 45-тің айырмасы 720-ға тең. 720 мен 45-тің қосындысы 765-ке тең. 325 пен 3-тің көбейтіндісі 963. 963 пен 3-тің бөліндісі 321-ге тең. Келесі әсін, бұсын өздеріңіз орындайсыздар. Мен мына жерде көрсетіп қойдым. Соған сәйкес өздеріңіздер есептеп, тексеріп алсаңыздар болады. Дескриптор өрнектерді баған түрінде шығарады, дұрыстығын тексереді. 2 балмен бағаланасыздар. Саралау тапсырмалары. А деңгейі. Көрсетілген массаны жинау үшін қай кіртасты және оның нешеуін алу қажет? Өрнекті жаз. Бұл жерде шұжық 870 грамм, сыр 785 грамм, алма 355 грамм деп берілген. Енді 870 граммды алу үшін 500 граммға 200 граммды және 100 граммды оған 50 және 20 граммды қосып алады екенбіз. 785 шығу үшін, грамм шығу үшін 500 граммға 200 граммды және 50 грамм және 20, 10 грамм, 5 граммды қосып аламыз. 355 грамм шығу үшін 200 граммға 100 граммды, 50 граммды және 5 граммды қосып аламыз. Берілген мәліметтерге сүйене отырып, есептің шартын құрып шығарайық. Бұл жерде шұжық 870 грамм, ірімшік 785 грамм, алма 355 грамм. Барлығы қанша грамм құрайды? Шешуі 870-ге 785 пен 355-тің қосындысын қосамыз, тең 2010 грамм шығады. Оны килограммға айналдырамыз, 2 килограмм 10 грамм болады. Жауабы 2 килограмм 10 грамм азық-түлік сатып алынды. Дескриптор өрнектерді жазады, есептерді құрастырады. 1 балмен бағаланасыздар. В деңгейі. Бұл жерде жазбаны толықтыр дейді. 64 пен 2-нің бөліндісі қаншаға тең, соны шығарып алуымыз керек. 64-те 2-ке бөлгенде 3-тен береміз. 3 2 6, 6-тан 6 алам, 0 қалады. 10 бірлігіндегі 4-ті түсіремін. 4-ті 2-ке бөлу үшін 2-ден беремін. Тексереміз. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4-ке тең. Сонда 64-те 2-ке бөлгенде 32-ге тең. Өрнектің мәнін тауып сәйкестендір. Мына жерде өрнектер берілген, оның жауаптары берілген. Осыларды бір-бірімен сәйкестендіруіміз керек. 63 пен 3-тің бөліндісі 21-ге тең, 48 пен 4-тің бөліндісі 12-ге тең, 26 мен 2-нің бөліндісі 13-ге тең. Дескриптор өрнектің мәнін табады, өрнекті сәйкестендіреді. Егер де осы тапсырманы орындаған жағдайда сіздер 1 балмен бағаланасыздар. С деңгейі. Бұл жерде есеп берілген. Жанеркенің кітап шкафы бар. Шкафта А сөре және ондағы барлығы В кітап бар. Егер А тең 3-ке, В тең 69 болса, әр сөреде қанша кітап болған? Ол үшін 69-ды 3-ке бөлеміз. 20 3-ке тең. Мәні 23-ке тең. Келесі 84 пен 2 өрнегін 84 пен 2-нің бөлінісі өрнегін есептеп мәнін тап. Бұл жерде 42-ге тең мәні. Дескриптор сөредегі кітаптар санын табады, өрнектің мәнін табады. Егер де осы 2 тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда сіздер 2 балмен бағаланасыздар. Сұрағымды қадап қою әдісі. Балалар сабақта алған әсерлерін бөліседі. Сабақта қарастырылған іс-әрекеттерге байланысты шолу жасайды. Сабаққа қатысты сұрақтар, алдағы тақырыпқа қатысты оқушының жеке қызығушылығын тудыратын сұрақтар қояды. Балалар, сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.